анау-мынау, короче, как начали мне в сторизе писать. Нормально так я? Достар, қайырлы күн, сіздермен бірге өзіңді апгрейд рубрикасы біздің YouTube каналда. Өзіміз YouTube каналы деп аталады, және оның жүргізушісі мен Зарина. Өзім туралы қысқа ғана ақпарат беріп өтейін. Мен пиар маманымын. Сонымен қатар жоғары оқу орнында журналистика факультетінде студенттерге дәріс оқимын. Сондықтан біздің өзіңді апгрейд рубрикасы мына софт скиллдарға арналады. Норм? Жалпы негізі софт скиллдар дегеніміз не? Яғни қазақ тілінде айтатын болсақ, софт скилл ол икемді машықтар. Кейбір жерде оны жұмсақ машықтар деп жатады, бірақ жұмсақ машықтар деген менің, яғни майндсет дейді ғой, яғни түсінігімде еш қалай үйлеспейді. Яғни жұмсақ ол бір мақта сияқты да. Сондықтан икемді, яғни қазіргі заманның талаптарына сай өзіңнің жаңағы кәсіби қабілетіңді және мынау профессионалдық, эмоционалдық қабілеттеріңді үйлестіре білу, яғни ол дегеніміз икемді машық. Жалпы негізі икемді машықтар, яғни софт скиллдар, яғни Google-ды аша салсаңыз, нешен түрлі жаңағы мақалалар, яғни мәтіндер шыға бастайды. Оған қоса видеолар бар, аудиолар бар, нешен түрлі подкасттер бар, бірақ оның барлығы орыс тілінде. Сондықтан біз бүгін сіздерге барынша қазақ тілінде осы тақырып төңірегінде ақпарат беріп көруге тырысамыз. Жалпы негізі икемді машықтар дегеніміз не? Ол яғни сіздің негізгі, яғни хард скиллдарыңыз сіз білетін. Мәселен, егер сіз дизайнер болсаңыз, сіз керемет күшті сурет саласыз. Болмаса сіз фотограф болсаңыз, суретке керемет түсіресіз. Болмаса сіз жаңағы биші болсаңыз, керемет мықты билейсіз. Немесе IT маманы болсаңыз, керемет кодтайсыз. Бірақ бұл сіздің жаңағы көпшілікпен бірге жұмыс істейтін ортада жұмыс істеуіңізге, яғни сіздің тек қана хард скиллдарыңыз, яғни кәсіптік, бір нақты машықтарыңыз жеткіліксіз. Сондықтан сіз өзіңіздің қосымша софт скиллдарыңызды, яғни икемді машықтарыңызды дамыту керек. Ал енді келесі сұрақ, осы жерде оны қалай дамытамыз? Оны дамыту үшін біз не істеуіміз керек? Мәселен, мен өзім пиар маманы болғаннан кейін, мен міндетті түрде адамдармен байланыс орнатамын. Яғни, бұл жерде тек қана менің әдемі жазу, әдемі сөйлеу қабілеттерімнен бөлек, адамдарды өзімнің, яғни жаңағы айтады ғой, волна дейді ғой, яғни өзіңнің бір атмосфераңа үйлестіре білуің керек. Сондықтан осы жерде софт скиллдар өте маңызды. Әсіресе, мынау енді жоғары оқу орындарын бітіріп жатқан студенттер үшін, болмаса жалпы негізі өзін мынау мәнсапта, яғни карьера дейміз ғой, карьерада белгілі бір жетістіктерге жетіп, болмаса жаңағы апгрейд жасау үшін міндетті түрде сіздерге осы софт скиллдарды, яғни икемді машықтарыңызды дамыту керек. Камераға қарайын дедім да, ойымды не ойлағанымды түсінбей қалдым. Мәселен, сіз керемет жақсы жұмыс орнын таптыңыз делік, айлығы жақсы, барлығы сіздің көңіліңізден шығады. Бірақ егер сіздің бойыңызда қажетті софт скиллдар болмаса, ол компанияда сіздің қалуыңыз екіталай. Сондықтан қазірден бастап сіз өзіңіздің менің аздап тақиям түсіп бара жатыр. Сондықтан сіз өзіңіздің софт скиллдарыңызды бүгіннен бастап дамытуға тырысыңыздар. Ал қалай дамыту керектігіне біз сіздерге көмектесеміз, және біздің алдағы уақытта апта сайын болатын шығар, бірақ қазіргі таңда 2 аптада 1 рет шығады деп күтілуде біздің осы рубрика. Сондықтан біздің рубриканы рекламасын, анонсын жасап жіберейін. Жаңағы жіберіп алмаңыздар, достар. Ал енді бірден біздің икемді машықтардың кейбір жаңағы пункттеріне тоқталып өтейік. Яғни икемді машықтарға біз нені жатқызамыз? Ол біздің бастапқы коммуникация орнатуға мүмкіндік беретін біздің машықтар. Яғни сіз адаммен қалай сөйлесесіз, адаммен қалай байланыс орнатасыз, яғни бұл өте маңызды. Келесі тағы бір аса маңызды машықтардың бірі ол self-management. Яғни өзіңіздің жұмысыңызды дұрыс үйлестіру, дұрыс басқару. Бұл өте маңызды қазіргі таңда. Әсіресе бізде жаңағы анау Балида, болмаса басқа бір қалада, фриланста жұмыс істейтін әріптестеріміз үшін.
арнайы. Селф-менеджментті дамытқан маңызды. Сондықтан бұл туралы да біздің алдағы шығарылымдарда толығырақ барынша жаңағы түрлі мақалалардан жаңағы мысал келтіріп, түрлі видеолардан мысал келтіріп, біз сіздерге бір толыққанды селф-менеджмент туралы айтатын боламыз. Селф-менеджмент дегеніміз не? Яғни селф-менеджмент ол тек қана өзіңіздің уақытыңызды, мүмкіндіктеріңізді ғана емес, жалпы өзіңізді басқара білу. Қазіргі таңда ол маңызды. Өйткені барлығымыз қашықтан жұмыс істейміз. Яғни фриланста, болмаса жаңағы үйден, Балидан. Достар, сол үшін селф-менеджментті дұрыс ұйымдастыра білу керек. Мен енді шынымды айтайын, осы рубрикаға дайындалатын кезде сіздерге софт скиллдар не екенін түсіндірерден бұрын, яғни өзімнің бір ресерчімді жасадым. Ол ресерч жасаған кезде көп материалдар расымен не орыс тілінде, не ағылшын тілінде. Ағылшыншасында effective thinking, ал орысшасында навыки эффективного мышления деп аталады. Енді өздеріңіз қазақшалап көріңіздер, мен сіздерге өзімнің қазақша вариантымды ұсынамын. Яғни ол тиімді ойлау. Бірақ тиімді ойлау деген кішкене бір түрлі естілінеді, дегенмен бәлкім дұрыс ойлау тоже келмейді. Жарайды. Тиімді ойлау дей берейік. Яғни ол дегеніміз не? Критикалық ойлау, ол жүйелік ойлау. Менің, яғни нұсқамды тыңдамас бұрын өзіңіз осы сұраққа жауап беріп көріңізші. Немесе комментарийға жазып кетіңіз. Яғни тиімді ойлау ол біздің мына миымызда миллиондаған, сан мыңдаған түрлі жаңағы жобалар, ойлар, идеялар, жаңағы біздің қалауларымыз болады. Яғни осының барлығын қалай дұрыс жүйелеу керек. Яғни осы тұрғыдан, яғни біздің жаңағы ойды тиімді үйлестіру қажет. Яғни ол стратегиялық тұрғыдан, жоспарлау тұрғысынан, жүйелеу тұрғысынан, критикалық ойлау тұрғысынан сіз өзіңіздің ойыңызды жинақтайсыз. Яғни тиімді ойлау, ойды тиімді жинақтау десек, бәлкім қазақша қателеспейтін шығармыз. Ал егер мен қателесіп жатсам, комментарийдің астында жазып кетіңіздер. Және тағы аса бір маңызды нәрсе, ол яғни басқару қабілеті. Енді біз өмір бойы студент болмаймыз, біз жаңағы junior, middle, senior, одан кейін тағы да C-level және тағы басқа жаңағы топ менеджер дейін көтерілгіміз келеді. Яғни, егер біз мына деңгейден жоғары топ деңгейге дейін көтерілу үшін біз міндетті түрде біздің басқару қабілетімізді дамытуымыз керек. Ал оны қалай дамытамыз? Ол туралы да біз келесі рубрикамызда кәдімгідей бір 10 минуттық сіздерге күшті бір әңгіме айтып беремін. Обещаю. Оған дейін түрлі кітаптарды, негізі кітаптардың көбісін оқыдым, бірақ сол кітаптардың ішінен сондай бір сіздерге мықты бір, айтады ғой, сүт қайнағанда үстінде қаймағы дейді ғой, жаңағы соны сіздерге жинап алып келіп беремін. Хорошо? Яғни басқару машықтарына не жатады? Ол көшбасшылық қабілетті дамыту, ол біздің ойлау қабілетін дамыту, ол тәлімгерлік бойымыздағы машықтарды дамыту, ол дұрыс бақылау, қойылған алдағы мақсаттарды орындау, оған жету және жету жолындағы барлық міндеттерді, тапсырмаларды дұрыс орындау. Әрине, біз бірден осы аталған барлық машықтарды жаңағы өзіміздің бойымызда дамытып, игеріп кете алмаймыз. Ол үшін бізге уақыт керек. Және уақыттан бөлек тағы басқа дүниелерді бойымызда дамыту керек. Қазір мен топырлатып, түрлі машықтарды айтып тастағаннан кейін сіз кәдімгідей құрсын мына видеоны жауып тастайын, ары қарата тыңдамай қояйын, өйткені менің бұған энергиям, уақытым жетпейді деп ойлап жатқан шығарсыз. Бірақ достар, қорықпаңыздар. Яғни сіз бірден алып аталған 10-15, яғни машықты бойыңызда дамытпайсыз. Осының ішінен нақты өзіңізге қажет 2-3 алып, яғни соны бір 6 ай, 1 жылдың көлемінде, яғни жұмыс істеу керек. Ол бірден сізге келе қоймайды. Егер сіз бұған дейін өзіңіздің софт скиллдарыңызды бойыңызда дамытуды, қалыптастыруды ойламасаңыз, онда бірден алып, 15 машықты өзіңізге тізіп алып, мен осы 15 машықты 15 күннің ішінде меңгеріп болмаса бойыма сіңіріп шығамын десеңіз, қателесесіз. Қорықпаңыздар, біз сіздерге көмектесеміз, тек біздің арнамызға жазылып, бізбен бірге болыңыздар.
Ал енді достар, егер сендер расында да осы софт скиллдарды бойыңызда дамытқыларыңыз келсе, онда мен сендерден алдын ала мына бойларыңда қасиетті дамытуды сұраймын. Дамытқаннан бұрын қалыптастыруды сұраймын. Яғни ол біріншіден шыдамдылық. Өйткені егер шыдамдылық болмаса, сіз бірден алып мына софт скиллдардың барлығын керемет енді жинап алмайсыз. Екінші бізге қажеті ол мынау аздан көпке ұмтылу. Яғни асықпаймыз. Бағана айтқан арба есіңізде ғой. Вот, асықпаймыз. Алдарыңызға нақты, қажетті жаңағы пунктпен тапсырмаларды қоя білу керек. Және сол тапсырмаларды, яғни степ бай степ, қадам қадаммен біз жүзеге асырамыз. Соған дайын болыңыздар. Soft skill міндетті түрде сенен, яғни не талап етеді? Және бойыңыздағы мына софт скиллдарды қалыптастыру үшін міндетті түрде жаттығу керек. Яғни сіз бүгін оқыдыңыз, мәселен, эмоционалды тұрғыдан мен өзімді қалай дұрыс жаңағы адамның алдында қалай өзімді дұрыс ұстаймын. Енді сіз оны оқып алғаннан кейін ұмытып кеттіңіз делік. Олай болмайды. Міндетті түрде әр жаңағы жағдайға орай өзіңізді соған итермелеп, сол жерде жаңағы сол сіз бұның алдында оқыған, білген дүниелеріңізді пайдаланып отыру керек. Міндетті түрде кез келген осы жерде мен айтқан, болмаса мен сіздерге ана бір статьядан, жаңағы мақаладан алып келген дүниелерді тек жаңағы тыңдап қана қоймай, рефлексия жасап отырыңыз. Яғни тыңдадыңыз, тыңдап болғаннан кейін бір 5-10 минут барасыз ойланасыз. Яғни мен бұл шығарылымнан не алдым? Вообще маған Зарина не айтты деген сияқты. Сондықтан сол кезде сіздің тарапыңыздан да жақсы ойлар болады. Және менің бір сіздерге алып келіп осындай бір еңбегімнің бір былайша айтқан кезде жемісі. Негізі айтады ғой, анау любознательность, любопытность деген күшті сөз бар орыс тілінде. Яғни біз үнемі бір нәрсеге қызығуымыз керек. Яғни егер сіз софт скиллді дамытқыңыз келсе, қалыптастырғыңыз келсе, қызығушылық болу керек. Қызығушылық болмаса, өзіңізді қинап YouTube-тың алдына отырғызып қоймаңыз. Барыңыз, демалыңыз, ойланыңыз, сосын әзір болып келіңіз. Және софт скиллдарды дамыту кезінде сізге міндетті түрде тәлімгер керек. Тәлімгер деген кезде енді егер сіз жоғары оқу орнында оқитын болсаңыз, студент болсаңыз, сіздің ұстазыңыз бар. Ұстазыңызға, яғни кішкене ойысып қараңыз. Егер мектепте оқитын болсаңыз, мектептегі ұстазыңызға, болмаса жаңағы алдыңызда жүрген аға әпкелеріңізге де қарасаңыздар болады. Яғни өзіңізге бір тәлімгер табуға тырысыңыз. В общем, достар, ұзын сөздің қысқасы, болмаса 90 ауыз сөздің тобықтай түйіні. Софт скиллдарыңызды бізбен бірге дамытыңыздар, ал біз барынша апта сайын сіздерге бір мықты жаңағы мақалалардан, зерттеулерден, бір керемет бір курстардан пайдалы дүние алып келуге тырысамыз. Сондықтан, егер біздің рубрика сіздерге ұнап жатса, мынау лайктарыңызды аямаңыздар, бөлісіңіздер, сонда біз сіздерге барынша көбірек пайдалы қазақ тіліндегі сапалы контент жасауға тырысамыз. Келесі біздің айдарда жүздескенше, сендермен бірге болған мен Зарина. Рахмет. Достар, сәлем. Бүгін біз Гераға рахмет, камераның ар жағында отырған, өйткені мен негізі жаңалықтар жүргізіп үйреніп қалғам, сондықтан мына жерде қазір мені кәдімгідей сындыру керек болады. Господи, я когда вижу камеру, я вспоминаю стендап. Сіздермен бірге болған Зарина Бүйенбай, арнайы Қазақстан ұлттық арнасы үшін жаңалықтар.